Құрметті ұстаздар, ата-аналар, қымбатты біздің колледждің студенттері, 1 қыркүйек күні білім күнімен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Сіздерге тілейтін денсаулықтарыңыз мықты болсын, жақсы оқыңдар. Біздің тәуелсіздік Қазақстанымыздың жақсы маманы болыңдар. Биылғы 2020-21 оқу жылын біздің колледжға 450 студент табарлығын аттап отыр. Біздің колледжімізді материалдық техникалық база өте жақсы, кабинеттеріміз, цехтарымыз жұмыс жасап жатыр. Биылғы жылда біз жас маман проект бойынша 4 оқу цехын ашып отырмыз. Нан, макарон, кондитер өнімдері, сүт және сүт өнімдері бойынша цехтарымызды ашып отырмыз. Қыркүйек айынан колледж оқу жылын бастайды, қашықтан оқыту жүйесі бойынша. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, қымбатты біздің колледждің студенттері, 1 қыркүйек күніне арналған Конституция біздің болашағымыз, класс сағатымыз ашық деп жариялаймыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқытушылар, студенттер. Сіздерді 2020-2021 жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Сіздерде болашақта сіздерге жақсы оқып, жақсы білім, тәрбие алуларыңызға тілектеспін. Енді сіздерді осы колледждегі 2020-2021 жылы бізде 38 топ құрылды. Соған енді сіздерді 2020-2021 оқу жылында құрылған топтарға топ жетекшілер тағайындалған бұйрықпен таныстыруымызға рұқсат етіңіздер. Бұйрық 117, 28 тамыз 2020 жыл. Топ жетекшілерді тағайындау жайында күндізгі бөлімнің топтарына экономика технологиялық бөлім 173 топ Иманбаева Күлшат Марат қызы, 273 топ Құсайынова Дамеш Молдакәрім қызы, 373 топ Тойлыбаева Ғалия Несіпбайна, 121 топ Мұхамедова Тілеукеш Тілеубайна, 221 топ Есімбекова Ләйла Мұраткалина, 321 топ Тұрғанбекова Анар Батырбеківна, 421 топ Еркінбекова Сая Сланбековна, 122 топ Есімжан Жанар Маратовна, 222 топ Мұхамедова Анар Нұрдабековна, 322 топ Ажыбаева Гүлбаршын Базылбаевна, 422 топ Камарова Салима Аталыковна, 223 топ Сопобаев Нұржан Болатович,
радиоэлектроника және ақпараттық жүйелер бөлімі бойынша 107 топ Құдайбергенова Зарина Мұхтаровна, 207 топ Исатаева Разия Ержумановна, 307 топ Жұмабекова Жанар Жүнісовна, 407 топ Қылышбаева Лаура Жармұхамбетовна, 131 топ Бекеева Асел Жұмагелдиновна, 231 топ Мырзекенова Сандуғаш Сабитовна, 331 топ Карчиганов Амантай Арспекович, 431 топ Шыңғысбаева Фарида Әуелбековна, 437 топ Сыртаева Лязат Избасарна, ветеринария бөлімі бойынша 151 топ Абдыкапарова Айгерім Нығметовна, 153 топ Каляскарова Сания Кенесовна, 251 топ Хасен Айгерім, 253 топ Құрмания Бижамал, 255 топ Окапова Салтанат, 257 топ Түбекбаев Ерлан Еретаевич, 267 топ Қожағұлов Хасен Алиевич, 351 топ Азанбаева Айжан Маликовна, 353 топ Имангалиева Арайбек Болатна, 451 топ Кондракулова Бибінұр Тлегеновна, 453 топ Сыдықова Ақмарал Төлеуханна, 457 топ Матақбаева Рыскүл Серік Мұратовна, 459 топ Тұрсынбек Серік, 191 топ Маншамбаева Аида Ахатовна, 291 топ Шаймолданова Сағадат Құмарына, 391 топ Найманбаева Гүлден Болатына, 491 топ Құдайбергенова Марзия Ясынына. Міне осы аталған оқытушылар осы жоғарыдағы топтарға жетекшілік етеді. Енді сіздерді сабақ кестесімен таныстырайын. Бізде сабақ 8:30-да басталады. Бір сабақтың ұзақтылығы 35 минут. Ортада үзіліс, сабақтардың арасында үзіліс 15 минуттан, күніне бізде кестеге сәйкес 3-4 бал болып тұрады. Түстен кейін сіздер, құрметті студенттер, сіздерге мұғалімдер берген тапсырманы орындап, жаңағы Платонус платформасына қайтадан кері байланыс жасап отырасыздар. Енді құрметті ата-аналар, құрметті студенттер, біздің колледждің барлық керекті мәліметтерді сіздер колледждің сайтынан немесе әлеуметтік желілерінен аласыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті Талдықорған агротехникалық колледжінің студенттері. Сіздерді жаңа оқу жылының бастауымен құттықтаймын. Биылғы еліміздегі пандемиялық жағдайға байланысты жаңа оқу жылы бізде қашықтан оқыту технологиясы бойынша өтеді. Біздің колледж қашықтан оқыту технологиясы үшін Платонус платформасын пайдаланады. Жалпы Платонус платформасында қалай жұмыс істеу керектігі жайлы ең алдымен біз Платонус сайтына кіруіміз керек. Жалпы Платонус сайтына кіргенде өздеріңізде, кейін студенттеріңізде еш уақытта бір поисковой, яғни Google, Яндекс сияқты сайттарға жазып Платонус деп іздеп кіріп жүрмеңіздер. Мысалға, қазір біз Google-ға Платонус деп жазсақ, мына Платонус деп шығып тұрған ссылкалардың барлығы басқа бір университет немесе колледждердікі. Мысалға, бірінші ссылка бойынша өтіп көрейік. Еуразиялық ұлттық университетінің Платонус жүйесі. Біз өзіміздің колледждің Платонус жүйесіне өтуіміз үшін браузердің адрестік жолына, яғни мынандай жоғары жағына ttk.platonus.kz деп жазуымыз керек. Сол кезде біз өзіміздің Платонусқа өтеміз. Яғни біздің Платонустың мына жерінде Талдықорганский агротехнический колледж деп жазылып тұрады. Егер қазақ тілінде болса, Талдықорған агротехникалық колледжі. Құрметті студенттер, карантиндік шектеулердің тезірек аяқталуын тілеп, сіздерді колледж қабырғасында офлайн режимінде оқытатын сәтті күтеміз.